Анасын іздеген үміт 8 бөлім. Екінді ауып, күн ұясына қораланған шақта орталыққа жеттік. Машинаны кеңсенің алдына тоқтатқан Кемел аға іске кірісіп кетті. Үйірле қалған бір топ адаммен амандасып үлгергенше Қайла дүкенге де барып, шарап алып та үлгеріпті. Бөлімше орталығына әлі 30 шақырым бар. Кеше түнемелдетіп-ақ аттанып кетуге болатын еді. Қостың ішіндегі заттардың бәрі де болып, тастүйін тұрған. Қысқы қатқақ жолда, жұлдызды түнде, шыңылтыр аязда, мөлдір ауада жолға шақырғандай. Бірақ қыраттар қызыл иектеніп, қою бояуға шымшың сіңіп бара жатқанда, Кемел аға ең соңғы шөмеленің түбін қопарып, мұз боп қатқан шөптің жиегін балтамен ойып шапты. Бір жамбастай сырғанап, жанкешті қимылдағанын көргенде, өзге жігіттер шарасыз кейіппен илігіп, жүргізуші машинасын тақап қойды. Қырман тазалағандай шөмеленің орнын сыпырып сыйырып, қараған тобылға аралас қылтанақтар тиелгенде ғана бар ауыр жүк үстінен түскендей уф деп маңдайының терін сүртіп отыра кетті. Ілуде бір кездесетін не толқығандағы, не қатты ашулы кезіндегі әдетіне салып, қолын шошайтты. Ащы темекіні үнсіз сорып, ұзақ отырды. Көз байланған шақ, тек шылымының шоғы ғана бір жанып бір өшеді. Ешкімде тіс жармады. Қосқа барып, от жаққан соң, Қайла мен Ахмет қана күңкілдей жүріп, буып қойған көрпе жастықтарын шеше бастады. Әншейінде қыртысы жазылмайтын қабағы ашылып, Кемел аға жайдары отырса да, ісінген аяғы таң атқанша мазасын алды. Түні бойы көз шырымын алмай, әрі-бері аунақшып, көз еті ісініп кетті. Аязы бетті сорған иен даладағы қостың орны ақ қағазға түскен мөр сияқты қарайып қалды. Бір ай бойы өмірімізді алақанына салып әлдилеген ащы тұщының дәмін татқызған түтін иісімен қоса тіршіліктің жайшылықта көріне бермейтін қалтарысында аңғартып, жүрекке сыр ұялатқан құтты қоныс та иесі жапандалада артта қалып бара жатты. Әлдебір қимас дүниемді ұмытқандай елегізе бердім. Кемел ағаны кабинаға сүйемелдеп отырғызып жатқанда ақырын ғана: аманатымды ұмытпассың, жалғызымды жалғыз қалдырма деген Бәтима апайда бірте-бірте көзден ғайып болды. Өрістегі Серікқазы машинамен сәл жарысып, биік қырдың басында құрығына сүйеніп ұзақ тұрды. Кемел аға жол бойы ойдан арылмады. Кейде қасындағы маған сүйеніп, қолымды қысады. Қораптағы шөптің ішін үңгіп алған Ахмет пен Қайла ғана көңілді әндетіп келеді. Олардың да қуанышын түсінуге болады. Бірін-бірі мезі еткен керістен құтылып, бала-шағасының жылы үйінің құшағына енеді ғой. Шарбаққа сүйене бергенде ту сыртымнан нәзік саусақ көзімді баса қойды да сыңғырлай күліп жіберді. Ақыл санамды тілсіз дүние тұтқындап, зердемді жоғалтқан ба, соншама таныс, жаныма жақын дауысты есіме түсіре алмадым. Тіпті кеше ғана бір класта оқыған қыздың аты тіл ұшымда тұрды да қалды. Талдырмаш саусағымен қысып-қысып қойып, тез-тездетіп қуырып барады. Сонда ғана ойыма осы кеңседегі қатшы қыз қаршыға оралды. Сол қу қыздың өзі ең адал, ақ жарқын сырласым. Шын сағынғанымды, кімдердің маған жетпегенін білдім. Оқудың ретін таппай қаладан келген соң, намыс билеп, ешқайсына жолығудан тайсалып, бөлімшедегі үйімде тығылып жатқам. Одан қияндағы мыржыққа кеттім. Тіпті қай баланың қайда екенінен де хабарсызбын. Мен де құшақтай қысып шырайын алдық. Біріміздің сөзімізді біріміз бөліп, ұзаққа дейін сөзге қонақ бермедік. Ауылда 5-6 бала қалдық. Қыздардың біразы қалада,
фабрикаға орналасқан училищеге түскен. Әйтеуір ізін суытты. Алтын Петте естіген шығарсың. Қыдыш енді оралады. Енді сенімен сөйлесетін Бесеннен басқа ұлда қалмады. Жесір қалатын болдық. Ха-ха-ха. Тұра тұршы өзің. Қайтеді? Адам сағынып қалса, әлі түгелін айтқам жоқ. Кеңсе деген рақат, тура жаңалықтың ортасы. Анау да мынау да келеді. Бәрінен хат алдым. Машинкаға көбейтіп бір хат жаздым да, құрметінің соңына аттарын қоя салдым. Әйтпесе бар ғой, көлемі бір романға жететін. Отырам ба, бәрібір айтылатын сөз ортақ. Үйбай-ау, қап-қара боп жүдеп, деревенщина болыпсың. Бетіңе не түскен? Үсіді? О, Құдай сақтасын. Қалғаны сол ет? Саған хат бар почтада. Қыздан ба? Қойшы 2 ай жүргенде. Жарайды. Ал енді байқа, бүгін осында қаласың. Кетсең, тура артыңнан қуғыншы жіберемін. Машина қолда, бензинге талон сұраған сүрі бойдақтар жетеді. Енді қалай? Негеңне? Айттым ғой, ертең біздің ұлдар солдатқа кетеді. Соларды шығарып саламыз. 2 жылға дейін қайда, кім бар, кім жоқ. Бүгін кеш, сен үшін 10 сомды қосып қойғам. Кім несі? Не сөзді ұқпайсың ба? Бесен екеуіңнен басқасы. Саған әскерге шақыру жоқ. Бір жас кіші емессің бе? Ой, оған дейін оқуға да түсесің. Ал Бесен өзің білесің қалды ғой. Ол қазір білдей запқоз. Осы орталықта жем қоймасында. Әне, өзі де шіреніп келеді. Әнеугіні тымырайып теріс қарайды. Әй, ит терісінің басына қаптадым да, накладнойына қол қоймай 3 күн сандалттым. Ал өзің сөйлеші. Кезек келіп жатыр ма? Автоматша сырылдайсың. Бұл саршымшық сайрауын қойсын бей жарас. Аман ба? Пәле, күс-күс қара шопан. Бесен көзін қысты да, қолын бұрыла бере ұсынды. Каршок, міне қолыңыз керек тақсыр. Әй, сумыңдамай тарт. 2 адамға қатар ұсынатын қанша қолың бар? Әуелі амандассаңшы. Ал енді ұсынып тұрмыз ғой. Бері қарап, тағы көзін қысты. Ой, ұшқышымай, самолет көрінбей ме өзі? Күн ашық. Каршок, мынаны кісімсінбеші, кекесінің қалмайды. Алмаймын. Одан да ана қосылатын 10 сомда кел. Әйтпесе, қойды менді, нең кетеді? Қазірақ, оған барып не пайда табам? Пайдасыз қадам баспайсың, Бірінші қосыласың, екінші барасың. Не сонша бұлданып? Мектептен соңғы тұңғыш бас қосуымыз ұят емес пе? Әйтпесе жалаң аяқ қоймаңда билетем. Әкет әрі. Қашан қосыласың сонда? Көрдің бе? Жәке қиын көңіл таппасаң. Тағы да көзін қысып, қалтасынан сағыз ұсынды. Мінекейіңіз өзіңізге арнап. Па шіркінің, бар, айттым ғой. Ой, тоңып кеттім жарас. Мойына шәлісін орай жүгіріп бара жатып, саусағын шошайтты. Байқа, ана хатыңды ұмытпа. Ішке кірісімен Бесен сырт айналды да, жерге түкіріп, осы қыздан құтыламыз ба? Дей беріп иіле қалды. Әр қимылына жеркеніп тұрсам да сыралдырмадым. Ежелгі мінезіне үстемелеп қоспаса, жымысқылықтан арыла қоймапты. Беті ісініп толысқандай. Іштен директор Қайыртай мен Кемел аға дабырласа сөйлесіп шықты. Алдына жетіп барып, ыржалақтай иілген Бесенге назарда аудармады. Қолындағы қағазын кері сырып, жақтырмаған сыңай танытып еді. Сол ыржиған кейпі кейін шегінді. Әңгіменің шет жағасын құлағым шалғандай. Шіркін, сіздей адамдар әр бөлімшеде көп емес. Бірден болса да ғой, ризамын. Кәке, енді алаңдамаңыз. Айтқаныңыздың бәрі де істеледі. Жылқышы жағы қиындау. Адам табылмайды. Қоймадан қолы босамайды. Тіпті мазамды алғасын. Қайыртай, өйтіп сипақтама. Тура шештімде. Иен дала, жалғыз адам, қауіп көп. Ит құсты қойшы, адамның өзіне қиын. Өз бөлімшемді өзім-ақ жайғастырам. Ал жылқышы, қойдық ағасы. Табамын, ертең жөнелтем. Малдан бұрын адамды ойлайықшы. Дәл қазір ауруханаға барыңыз. Бұйрық. Өмірмен ойнауға қақың жоқ. Ең бастысы адам. Мен де сол адамды ойлап тұрмын ғой. Біз екіндіге еңкейдік. Ал ана мұңлықтың жалғызы емес пе? Медеті. Медеті. Рахмет Қайыртай. Саған сенемін. Рахмет.
әдеттен тыс қалбалақтап ақсаңдай басты. Менің ойыма Бәтима апайдың аманаты оралды. Әлдебір қылмыс жасағандай бүгежектейді. Жайшылықта жұмыс барысында директордан именбей бойын тік ұстайтын. Іле бізге бұрылды да: «Әй Жарас, сен осында қаласың ба? Жарайды, естідім. Сағынып та қалған шығарсың. Ал Ахмет қайла, мына шөпті Қаражалға түсіріңдер. Ертең екеуің қойшыларға көмекке барыңдар». «Ойбай-ау, кір қоңымызды жумаймыз ба? Сонша жөпелдетіп, біз алдыңызға салған қой емес». Әкіри бір күн Ахмет бір саусағын шошайтты. «Бір күн нетіп, әлгі қой емеспіз. Доғарыңдар, алдарыңа салатын қойда болмай қалса қайтесіңдер, немен күнелтесіңдер доғар сөзді, ұқтыңдар ма?» Өздері жылы үйде шалқып жатып: «Шалқып дейсің бе? Апырмай, күйдіргі сияқты. Ой аға, оны қойш, барамыз». Бір күн Әкіри бір күн қолы шошайып жетіп барған Ахметтің түрін көріп қайыртай күліп жіберді. «Шынында да қинамаңызшы, жас баладай мөлитіп. Бір күн рұқсат беріңіз енді». «Жарайды, мен босаттым». «Ой, директор нетіп маладес». «Несі маладес? Неңе жетісіп қуанасың? Бір күн ұқтың ба? Нетіп бір күн. Қабағат қарқ қылар әйелің, андағы кіріңмен жағаң шіріп түскенше жүрерсің». «Шіркін-ай, Әкіри етігіне сүрініп жүрген ана». «Жә, тоқтатыңдар, барыңдар, керілдеспей барыңдар. Бір күн ғой десеңші нетіп». «Иә, баршы, ұмытпа». Екеуі таласа тарымса кабинаға ұмтылды. Иықтарымен қағып, етектерінен тартып, керілдесіп барып әзер мінді. Директор күле қарап басын шайқады. Тең-теңімен екен, сізбен қоштаспады да. «Жеңгелеріне не сәлем айтасыз? Үндемейсіз ғой». «Ие, бұл екеуіне сәлем арқалатқанша дүз арқалатқан оңай. Бәрібір мен барғанда естеріне бірақ түседі. Менің машинама отырыңыз, үйден шай ішіп сосын». «Жоқ, енді шыдар дәрмен қалмады. Жеріме жетіп жығылайын». Кемел ағаны ауруханаға орналастырдық. Дәрігер жарақатты көріп басын шайқады. Оңашада күдігі молдығын қалаға жіберу керектігін айтты. «Операция». Көңілім сазып, Кемел ағаны қатты аядым. Асқынған жара қатерлі іске ұласа ма? Қалай? Дәрігер содан қауіптенеді. Көз алдым буылдырланып кетті. Одан шығысымен почтаға бет алдым. Қанаттан қат келіпті. Шымыр денелі, төртбақ, қабағы түсіңкі адал досым қарсы алдымда тұрғандай сезініп, сәл сергідім. Осы шамалы уақыт арасында ол да өзгеріп, алып ұшқан көңілі суыған темірдей аптығы басылған тәрізді. Айбақ-сайбақ жазу мәнері қанша тырысқанмен де дөрекі қолдың билігін танытқандай. Жуан саусақтары жіңішке қаламға илікпей сусып шыға бергені көрініп тұр. Қатты оқыдым. Біз екеуміз аспанды екі түрлі сүйіппіз. Мен үшін ұшқыш өмірі қуат күшіңді жиып, ертегідегі қиян-кескі оқиғаларға араласып, жалғыз көзді дәудеде жеті басты айдаһарды да, мыстан кемпірді де арпалыста жеңіп шығатын ер қаһарман сияқты. Мен өзімді жеңісті кезіммен ғана елестетіп, ауыр азаптың рақатына бөленгендей күйде жүргенмін. Жер бетіндегінің барлығы да ұсақ-түйек, көңіл тоғатпайтын күйкі тіршіліктей мағынасы заттар іспетті. Ешқашан аспан әлемінен таңғажайып әсемдік іздемедім. Қашанда көкте шарпысқан оттар, атысқан, зыңылдап күйіп бара жатқан самолеттер, шекесінен қан тамшылап, жаралы күйінде штурвалға жабысып, аэродромды іздеген, таба алмаған, ақыры ағашқа соғылып, суға батып тынған оқиғаларды ойлайтынмын. Соның барлығына тынышсыздана толқып, күйініп, қабағым түйіліп, шаршап барып қоятынмын. Сонда да миымда өртеніп бара жатқан самолеттің ызыңы тыйымсыз сұққылайтын. Қысқасы, мен өз қалауым арқылы азапты рақаттан аңсап, қиялыма қиянат жасаппын. Құлаусыз, атсусыз, адасусыз әуе тірлігін елестетіп көргем жоқ. Ол мәселенің бірақ жағы екен. Алдыма бос кеңістіктен мұз бүркеген құзды көлденең қойыппын да, соған өрмелеуге тырысыппын. Ешқандай дайындықсыз, жалаңаш саусақпен тырмалап,
көбемді сөгіппін. Ашығын айтсам, арманым маған азап қана сыйлапты. Жолымның болмағаны да сондықтан шығар. Жан дүниеңді билеген 18 жыл бойы жүрегіңді дірілдеткен тебіреніспен қоштасу қандай қиын. Ішім езіліп кетеді. Саған шынымды айтып жазсам сергейтінімді, мен үшін біреу емес, сен ұшатындай толқитынымды білдім. Өмірдегі ең ауыры белгісіздік те, ең бастысы өз орныңды дұрыс таңдап, нақты мақсат қою екен. Сен ол жолда қателеспегеніңді білемін. Бірақ өмірі түс көргендей болма, сергі. Өзіңе сырттан қара және қатал да әділ бағала. Қанатың. Қазан 1968 жыл. Досымның жылы лебізіне, ыстық махаббатына, адалдығына күмән келтірмейтінмін. Өзім сияқты оның да жан дүниесіне өзгеріс енетінін күткенмін. Мені таңдандырған оның шешімі кесек денесіне, мінезіне жараспайтын нәзік сезімі емес, екеуміздің де бір мезгілде ғұмыр бойы кірпігімізге шымылдық боп ілініп, нақты өмірдің өзін, қарапайым тіршілігін, көлегейлеп келген қиял шымылдығын серпіп, түстен айығуымыз еді. Кейде жан дүниесі құбылысты қабылдау, сезіну түйсігі ұқсас жандардың арасында көзге шалынбайтын рухани туыстық, құпия күш, байланыс болатыны рас шығар. Белгісіз жан шуағы қатар жылтып, қатар суып, қатар қопарылыс жасап, түлейтіні қалай. Қанат екеуміздің арманымыз егіз, ол менің рухани сыңарымдай. Бірақ дәл қазір досымды ешқандай өзгеріспен жұбата да, ренжіте де алмаймын. Мен әлі парашютпен секірмеп едім, алайда ұйқымның ашылғаны анық. Жан толқынының дірілі, кеше ғана өзім еркін күліп, қиял құшағында, еш уайымсыз, көбелекте қалықтаған мектептің қасына тоқтағанда, тағы да шайқалып сала берді. Қуаласып, қар лақтырысып, таза ауаны сыңғырға толтырған сәбилердің бейқам ойыны, өз қызығымен өзі қуанған мүбәрак дәуренім. Жеткенше ғұмырым мұнда өтпегендей, қабырғасына сүйеніп тұрмағандай, еденін жуып, шаңын сүртпегендей, қоңырау үнін естімегендей жат, өзгенің иелігіндегі дүние сияқты. Тосырқай бастым, тынысым тарылып, қылтам қалтырады. Бөлектене шоқталған тетелес 10 кластар ғана маған жылы шыраймен қарайды. Кейбіреуі бас изейді, түрімнің де, киімімнің де оларға қораш көрінуі. Кеше ғана өздеріндей сүп-сүйкімді, тап-таза, өзіне қатты сенімді жасты жоғалтып алғандай. Мен сонда ғана іштей емес, сырт бейнемнің де өзгергенін ұқтым. Қабырғадағы күліп тұрған өз суретімді көргенде таңданып, қатты қысылғандықтан терлеп кеттім. Жылдан басып, интернаттың есігін аштым. Қарындасым мойныма асыла кеткенде ғана есімді жидым. Ол бөлімшедегі бастауыш класты бітіріп, биыл осы интернатқа орналасқан. Ақ бантегі бетімді қытықтап, көзі қуаныштан от шашады. Кішкентайынан шешесінен айырылып, әкем, әпкем үшеуміздің ортамызда еркелеп бұла өскен тотының да бізді сағынуында мұң көлеңкесі жататын. Ол менің үсіп, қарайған бетімді саусағымен сипап тұрды да, аяп кетті ме, шөп еткізіп сүйіп алды. Қылтанақтай шыққан мұртымды да қызықтап, ақырын тартты. Өмірдің өзгерісіне маған да сақал мұрт шығарғанына сенбегендей, бауырыма қысып, маңдайынан иіскедім. Қанша күліп тұрса да, 2 жаста шешесінен қалғаны, сонау қиын шақта қазандықтың отын тұтата алмай, беті күйе-күйе боп, боталаған көз жасын елестеткенде тітіркеніп кеттім. Жазды күні аттан жығылып, сынған қолын ақырын сипады. Тағдырдың мынау кішкентай пендеге түсірген ауыртпалығы, жан жарасы көкірегімді запырандай қыжылдатты. Жөргегін де көйлегінде жуып, шашына дейін өріп берген маған. Тоты қарындасым емес, баламдай, мен оның ағасы емес, анасындай өзегім өртеніп, езіліп сала берді. Бәрінде қысылуды да, қымтырылуды да ұмыттым. Сәл уақыт болса да, құшағыма қысып, бойымдағы
бар мейірімді төгіп, шуағымен жылтқым келді. Бірде сабаққа дайындап, көйлегін үтіктеп, бантигін қадап жатқанда жайбарақат қана шешемнің жоқтығы маған жақсы да болды ғой өзі дегені жүрегім мұздай қалып шымырлап кетті. Бантигін саусағым дірілдеп қадай алмадым. Мен қанша тырыссам да оның кішкентай жүрегі анасын ойлап соғып тұрғаны, анасының бантигін таққанын елестетіп тұрғанын білдім. Олай деме жаным, қайдағыны айтпа. Сен мені жақсы көресің ғой? Әрине жаным, басыңды қозғамашы қазір. Шын дегенде шын ғой? Шын дегенде шын. Мың жылда да ма? Иә, миллион жылда да. Охо, айттым ғой, шешемнің жоқтығы да жақсы деп. Әйтпесе, сен мені жақсы көрмейсің, шашымды да өріп бермейсің. Неге мен? Өрмейсің. Назгүлдің ағасы олай жасамайды ғой? Әнеугүні ұрысты да. Оның бәрін шешесі істейді. Вот так, алақай. Секіре жүріп, сумкасын алды да мектепке қарай тұра жүгірді. Орнымнан қозғалмай, ақ бантигі оңды-солды желбіреген тотының соңынан ұзақ қарадым. Көңілін уайым кернесе де, мен шашын өріп, бантик қадалғанда өзі түр-түсің, тіпті емшек сүтінің исін білмейтін шешесін ойлап, бір уақ мені соның орнына қойғаны ғой. Демек, бақытты сәттерінде де анасын іздеп сағынады екен. Қаншама мейірім төксек те, ол сағынышының орнын толтыра алмаймыз. Өз көңіліндегі елес пен сезінумен ғана мүбәрәк жаны жұбаныш таппақ. Менің жанарыма жас іркілді сонда. Қазір де сондай сезім билеп, жүрегін шымырлатқандай. Мен оны құшағымнан шығарғым да, қасымнан жібергім де келмеді. Сағынышы басылмағандай, мен кеткен соң мұң тамшысы тұнардай. Қас-қағым сәттің өзінде де қасымда жүрсе, еркін сезініп, жалғыз еместігіне сенсе, тағы да шашын өріп, көйлегін үтіктеп, бантигін тағып, мектепке шығарып салсам, интернат меңгерушісінің рұқсатын алармын, ал қай үйге апарамын. Таныста кластас та мол, бірақ өзгеше мейірімді, емін еркін. Ойыма маржандай ұсақ түсі жарқырап, сыңғырлай күліп, тынымсыз сөйлей беретін қаршыға, оның әзілке шешесі, мамыражай жеңгейі оралды. Сол қыздың ақ адал көңілі, жарқын мінезі, нәзік жан дүниесі адам жүрегіндегі мұзды да ерткендей еді. Қарындасымның пейіл шуағына шомылып, өзін аялы алақанда бақытты сезінетініне сенемін. Бүгін сауық кеш, бірақ мен білетін қаршыға өз бақытын өзгеге үзіп беруге, қайырымдылық жасауға уақыт табатын және түсінетін. Мектептен шыққан бетте бұл тілегімді естіген тотының екі беті гүл-гүл жайнап, жанары күлімдеп. Охо, қаршыға апай маған шоколад әкеп берген, мен қазір деді де бөлмесіне кіріп кетті. Сәби өмірдің жалт еткен жанарына тұнған қуаныш нұрын бақытқа бөлеп, сергек те сенімді сезіндім. Сауық кеші таңғы ызғарға ұласа тарқаса да, қызығы түн ортасы ауа басылып, шырқы бұзылған еді. 3 айдың ішінде жігіттер де қыздар да өзгеріп, кексе мінез танытып, ашық сөйлейтін болыпты. Кейі әскерден қайтқан, кейі ілгерілеу оқыған тракторшы, шоферлардың дөрекілеу қалжыңына қарымта қайтаруды да үйреніпті. Тұңғыш рет араласқандықтан ба, бұтаққа қаққан сынадай қылтиып кірігіп кете алмадым. Араласпай саяқ жүргендігіме өзімнің ортамда жатырқап қаппын. Олардың масаң жүздері, қыздарды оңашалауға тартқан әрекеттері, иықтарына қолдарын сап құшақтасуы, арақ соғыстырулары да тіксіндіріп тастады. Олар кәмелетке толған еркін адамдар, 2 жылға туған ауылынан, сүйген қыздарынан көз жазып барады. Қайта айналып келгенше не өзгеріске тап болады? Тағдыр кімді еркелетіп, кімді өкіндіреді қайдам? Қанша жігіт атанса да, туған ұясынан алыс, белгісіз сапарға тұңғыш шығулары. Көзіме әдепсіздеу көрінгенмен 3 ай орталарынан үзіліп қалуым әсер еткенін, бәрі де жарасымды екенін ұқтым. Бұрышта
қолдары салалы. Мәжит сәл қызып, Ырымкешті қатты құшақтай қысып отыр. Бірде күледі, бірде мұңаяды. Мәжиттің кеудесіне басын сүйеген Ырымкеш кенет жылап жіберді. Еңкейе беріп, маңдайынан иіскеп, костюммен арқасын жауып, кеш бойы қозғалмады. Анда-санда бір қолмен темекісін тұтатып, үнсіз сорады. Мәжиттің жасы үлкен, кенжелеп оқыған, сонда да қатарымыздай көрінетін, бұрын байқалмайтын, елеусіздеу Ырымкеш бір жазда түлеп, құлпырып шыға келгенде барып, екеуінің ғашықтығын аштық. Оны қыздың әкесі де, жігіттің шешесі де, класс жетекшіміз де біледі. Алғашқы махаббаттың ыстық суығына күйіп жүрсек те, олардікі ерекшетін. Мәжитпен жетекшіміз жиі әңгімелесетін, шыққан бетте маған мұрнын тыжыра көзін қысып, махаббаттың ашық сабағын таңдадым, түсінбейтіндей. Мен оны шын сүйемін деп күліп қоятын, ішкі толқуын жасырып. Оның жасының ересектігі де, тентектігі де мектеп мұғалімдерінің көңілін күпті ететін. Бірақ та біз, достары, бүкіл классымыз оған, ол екеуінің махаббатына сенетінбіз. Талай құрбыларымыз алғаш рет қыздың ерінен сүйгенін құшақтаған жариялағанда, екеуі үнсіз ғана бас түйістіріп отыра беретін. Бүгінде сол қалыптары. Тек Мәжит сәл қызған, еріндегі темекіні шиыра береді. Кенет фотоаппараттың оты жарқ етті. Жанарын тік көтерген Мәжит: «Ей құсан, ертең ол сурет қалтамда, тура жүрегімнің тұсын жылтып тұратын болсын, ұқтың ба?» деп сергіп шыға келеді. Әдетіне басып тыжырына күлді. «Солай ғой, ұшқыш жолдас, қабағың түйме, мазақтағаным емес. Көресің, мен тура авиаполкке барам. Түс көрдім жарас. Ал мына жеңешең саған аманат. Тапқан екенсің әмеңгерді. Солдатты күткен қызды көргем жоқ. Ертең сенен қат келмей жатып ақ, үшейт, Ырымкешің 2 жылдан соң баласын көтеріп, сені қарсы алады. Осы сен ақ ұры иттей сумаңдайсың отырасың бисен, ойыңнан арамдық шықпайды. Ой, қит етсе арам-арам дейсің. Шындық білеміз, нені білесің? Кетсе сен сияқтының қызы да. Сен ақ қаршыға етегімнен ала бересің. Қойсаңшы? Қоймаймын. Жақсы сөз аузыңның дәмін кетіре ме, әлде тықпыштаған жеміңнің иісі сіңген бе? Үй контор емес кергейтін. Қане қойшы, мен қазір дәлелдеймін. Құшақтасқан күйі отырған Мәжиттің түсі суып сала берді. Мен оған басымды шайқадым. Тыныш-тыныш, бір бүлікті бастары аян. Жарайды жігіттер, оны уақыт көрсетер. Тек менің сүйгенім анық. Мәселе сонда. Ал суретті даярлап беріңдер, ала кетемін. Сен Мәжит, бисен өтірік тілін шайнап сөйледі. Соңғы сөзді баса, соза айтты. Қорқытпа, шындық. Ертең мына жігіттерде айналдырады. Талайы көз тігіп жүр. Ал қане ән айтайын. Кейбіреу сұлуды таңдайды. Сұлуда махаббат болмайды. Сұлуда махаббат болғанмен, ол саған өмірлік болмайды. Болмайды, ұқтың ба? Болмайды. Айттым ғой, ертең ақ. Одан да күдеріңді үзе бер. Неғып көрегенсіп отырсың? Нең күйіп кетті сонша шүйіліп? Ырымкеш ақырын орнынан көтерілді де салмақты үнмен: «Мен сұлу да емеспін. Мені сұлу еткен Мәжит қалжыңы шығар. Қаршыға, бисеннің тілі үшкір емес пе? Одан да достар әнін айтайық. Біздің үндесу әніміз болсын». Әннің әуені де, сөзі де сол сәттегі көңіл күйіне дәл келетін. Мұң да, сағыныш та, қимастық сөзі де аралас. Сәлден соң жаңағы қиқылжыңның бәрі де ұмытылып, дастарқанның басына дөңгелене, иықтарымызға қолымызды арта құшақтасып, теңселе тұрып әндеттік. Бейне алысқа кетіп, енді оралғандаймыз. Ән әуені жүректі кернеген қимас сезімге толтырды. Достар, достар, жүрсің қайда? Бірге еді ғой жанымыз. Еске алысып осындайда, кел шырқайық бәріміз. Дастарқанды айнала шырқай бердік, қайталай бердік. Қайталаған сайын сағынышымыз арта түсті. Өмірдің өкінішін алдын ала болжай алмайсың. Бірақ адамның санасындағы түйсік сезінетін тәрізді. Мен басын түйістіріп отырған Мәжит пен Ырымкештің суретін көрген сайын сол кештегі оқиғаны егіле еске түсіріп
ұзақ қарайтынымды, Бейсеннің болжауы да дұрыс шығып, әлде қайда терең жазылмас шарамен аяқталарын аңғарғандаймын. Біз алдағы болжаусыз өмірдің, тұрлаусыз тағдырдың көлеңкесін елестеткендей күй кешіппіз. Ол екі ғашықтың соңғы ықыласты махаббаттың тоғысуы екен. Тек сол күннің белгісіндей ғана суреттері қалды. Осы уақытқа дейін достар әнін ыңылдасам, жүрегімді мұң шымшып, басын түйістірген Мәжит пен Ырымкеш, мұрнын шүйіріп, көзін қысқан досым елестеп, уайымға батамын. Біз ауылдан жырақ, жазықтағы аэродромға түс кезінде жеттік. Жүк машинасының қорабында теңселіп жүріп, достықтың жырын қайталап айта бердік. Жан-жақтан ағылған көліктер, кішкентай төмпешікке үйілген қыз-келіншектер, үлкенді-кішілі, кемпір-шалы араласқалық. Жігіттерді облыс орталығына ан-екімен жеткізбек. Жол қар, қатынас сенімсіз. Кішкене тасқа арқамды сүйеп тұр едім. Көгілдір аспаннан ноқаттай болып самолет көрінгенде, жұрттан оңашаланған Мәжит маған келіп, мұрнын шүйіріп, көзін қысып, төс қалтасынан сурет алды. Кәпкірбет құсан уәдесінде тұрыпты, еш жасандылығы жоқ, сондай сүйкімді, нағыз ғашық жандардың назы. Тойымда осы суретті билетке шығартамын. Жарас, үшеу екен. Бірін саған естелікке ұсынамын. Саған жолдайтын шақыруым осы. Кетіп барамыз. Авиаполкке сұранамын. Денсаулық мықты, көз көреді. Көз қырымды сала жүр Ырымкешке. Бейсен залым сезбесе айтпайды. Мен оның махаббатына сенемін. Таза. Кім білсін, қарап жүріп тосын жайға ұшырамаса, мә ал деп маған суретті ұсынды. Кешеден бері сазыған жүрек егіліп кетті. Айқара қысып, бетінен сүйдім. Көз алдыма жас іркілгендей, жұрт самолет қонғанда сеңдей соғысып, қозғалақтап, ілгері кейінді іркілді. Ырымкеш қолтығынан ұстаған Мәжиттің анасы толқуын басалмай егіліп келіп, әйтеуір аман барып сауғайт, мінезің тез еді, құлыным, абайлашы, босқа күйіп мені өкіндірме, Ырымкештің де соны тілейді, деп бетіне сүйгенде мөлдір тамшылар ыстық қарға басылды. Қаршығада жанарын сүртіп тұр, күлгені де жылағаны да, жұбатқаны да белгісіз. Әр кластасына бір барып құшақтай береді. Ығыса самолеттің жанына тоқтағанда қайратты қол арқамнан қақты. Аздап жер майының иісі аңқиды. Жалт қарасам, аппақ тістерін ақсита, көгілдір көзінен нұр тола Андрей, кәдімгі ұшқыш Андрей тұр. Өңім бе, түсім бе ажыратпадым. Құшағына қысып, нұқып қойып, сұрақты үсті-үстіне жаудыртты. Сағынып та қалыппын. Авиациядан күдерімді үзгенім сондай, Андрейдің баяғыда осында ұшып келетін де ұмытыппын. Ақ көңілмен жүрегімді жылытып, үміт сәулесін құйған жанды қалай аңсамайсың, сергітіп ақ тастады. Тіпті шырланып, шынығып қалыпсың. Жүресің бе? Әскерде үлкен мектеп. Оның ішінде авиаполкке барсаң әрине. Қанаттың қатын алдың ғой, солай. Кеше военкоматтың комиссары хабарласты. Осылай да осылай ұшасың. Таңертең көрші совхозға қатынадық. Сосын сұрастырсам, мен аралассам білесің ғой, авиация полкінен капитан келіпті. Қуанғаным-ай, келістім. Сені сонда бөледі. Тура Ленинградтан, Пушкинадан шығасың. Өзі сынаушы ұшқыш, менен бір курс жоғары. Қарауына алады, училищеге жолдама да бере алады. Солай, әлі шегіртке деп мазақтайсың. Байқа, рахмет, жақсылығыңды ұмытпаймын. Сол капитан келесі жылы келсе ғой әттең. Мыналар көктемде туған көгершіндер. Мен қашанда кешігіп жүретін балапанмын. Солай ма? Қап, осы жолы үміттеніп едім. Қанат телеграмма соға жаздап, ернін жымырып, басын шайқады. Қам жеме, ер кезегі үш күйдейін. Ол капитанды өзім шақырсам да, пәле ананы қара, баласына қоштасуға үлгермеген-ау, қалай шабады. Жалт бұрылдым. Біздің бөлімше жақтан жалғыз атты шапанның етегі далақтап, борбайлай қамшылай шауып келеді. Тұяқтан ыршыған қар аспанға атылады. Қолын сілтеп айғайлап қояды.
таныс бейне ішім жылып кетсе де, неге алқын-жұлқыны шыққан түсінбедім. Мұрыннан буы бұрқыраған ат жұртшылықты кеуделей жара-мара тоқтады. Балам, балам деп қыстыға айғайлап тебінсе де, жүрмеген атты қамшымен бір тартты да секіріп түсіп, кимелей, итермелей маған ұмтылды. Бұлдыраған кірпігін сүрте-мүрте бас салды. Қу жалғыз, мені аямайсың ба? Сорлататын не жазды ма? Ең болмаса бетіңнен искеп қалмаймын ба? Айтпайсың ба? Қу даладан қаңғырып әкеп, енді әскерге жіберген нес? Әй, Кемел, осыдан түссең қолыма. Құлыным-ау, мұның не? Тарамыс саусақтарымен жауырынымнан қысып, бетімнен сүйіп жатыр. Сөйлеуге мұрша бермейді. Кеш естідім, үлгердім ғой, искеп қалдым. Жолың болсын, енді көрем бе жоқ па? Тыныстай беріп, не көрінді әке? Жоқты бастап, мен ешқайда кетпеймін дедім, істің мәнісін түсініп. Әбден есі шыққан әкем естір емес, айтқаным құлағына жетпейді. Не дейсің? Ана қарындасыңа жолықтың ба? Әпкең де жылап дода-додасы шықты. Айтпа декен, адам құсап. Әлгі дорбасы құрғыр қайда? Кетші бұлай, адам күтіп тұрса, кешеден бері құшақтасқанда шығарсың. Сол пешір-мешір демей, үйден дәм татпайсың ба? Ата жолы батасы бар. Мә, жолда қарның ашар, әскерде оңай емес. Жұрттың бәрі таңданысып, маған бір, әкеме бір қарайды. Андрей де аң-таң, әкемді танымайды, аймалап жатқан себебін түсінбейді. Мәжиттің шешесінің қасынан өте бергенде, ол кісі етегінен тартты. Кербала, шынында да не көрінді саған? Әйел басымызбен біз де шыдап тұрмыз. Кімді шығарып, кіммен қоштасып жүрсің? Әлима, сенбісің? Кімің не тантып? Кімің бар? Ана қатыге жалғыздан басқа. Соны да, мынау да кете ме? Жолы болсын. Көз қарақ қой досы. Қарабасын сені, тантыған өзіңсің. Қысқа күнде 40 қобылушы едің, есің қалмапты. Сенің ұлың әскерге кетеді деп кім айтты өзі? Алдаған ғой, ол бармайды. Неге бармайды? Барады. Шақырмаса алмаса қалай барады? Неге шақырмайды? Ол немене, ол емес пе? Тек тұрмайсың ба? Әкем-ау, мынау сөзді ұғудан қалыпты. Есі шыққан-ау, тоқташы. Жарас Мәжиттен кіші ме? Кіші. Ол биыл бармайды. Мына жолдастарын шығарып салмақшы. Сүйіншіңді берде, үйіңе қайт, абдырамай. Сенер сенбесін білмей, аңырып, жалтақ-жалтақ қарайды. Күліп тұрған мені көріп, сәл есін жиды. Бәсе, деп Мәжитке бұрылды. Шын ба өзі? Бәсе, әйтпесе айтса керек. Әлгі Ахметпен қайла, бірі кетеді, бірі қалады деп. Пешірме әйтеуір, содан жүрегім аузыма тығылып, көріп қалайын деп. Әлима, ұлыңның армиясы құтты болсын. Мына дорбаны сен ала қой. Дәм, жаным әдейі саған арнап, дегенде бағанадан аңтарылған жұрт қарқылдай күліп жіберді. Қуанғаннан ба, сасқаннан ба, дорбаның аузын ашып, құрт пен ірімшікті, бауырсақты әркімге уыстай ұсынып тықпалай бастады. Қуаныш қой, жолдарың болсын жолдарың. Мәжиттен бастап жігіттерді сүйіп, базарлығын қойны қонышына тықпалап жатыр. Өздеріңе арнап, жалғыздың досы деп. Мән-жайды түсінген Андрей қарқылдай күліп, тіпті тыйылар емес. Бөлімшеңе апарып тастайын, ретін табам. Әпкеңе обал ғой, мұндай әзіл табыла бермейді, деді Андрей. Шыны сол, сендім. Жігіттердің көңілін алаңдатып қайтейін. Мінгессем де жетем. Басқа тілегім бар, соны ойластыршы дедім. Мәжит тақағанда қолынан тарттым. Андрей екеуін таныстырып, сенімді ақтайды, өтінішім болсын, менің орныма ұсыншы, өкінбейсің дедім. Өкінбейсің. Екеуміз де қойнымыздағы суретті суырып алыппыз. Бетіне бетін түйістірдік. Андрей жан дүние жақындығымызды сезінгендей, жанары күлім қағып, басын изеді де, қолымды қатты қысып, самолетке беттеді. Көгілдір аспанға сіңген самолетпен жүрегім қоса ұшып кеткендей сезіндім. Жалғыз мен емес, барлығы да үмітпен, өкінішпен, сезіммен сарғайып үлгермеген сағынышпен қарайды. Шым-шым сыздаған жүректі ып-ыстық жалын қармағандай. Қолымдағы суреттің сыртындағы жазуға қарадым. Құрметті Жарас, адал махаббаттың дәлелі ретінде үйлену тойымызға шақырамыз. Ырымкеш, Мәжит.
1968 жыл деп жазыпты. Қаршыға мен Ырымкеш жанарының жасын сүртіп, екеуі мені құшақтап, иығыма басын сүйеді. Тағдырдың үкімінен құтылу қиын. Біз Мәжитті соңғы рет көріппіз. Оның орында өзім болуға тиістедім. Олардың тойлары да өтпейтінін, қыршын ғұмырының үзілуіне себепкер болғанымды білмеппін. Ол бақытсыздық менің сыбағам еді. Көз қырымды салсам, әкем атын жетелеп, енді менің әскерге аттанбайтыныма шын көзі жеткен соң, сабасына түсіп, әркімге бір сәлемдесіп жүр екен. Соңынан білдім, әскерге қайла кетеді, Ахмет кетпейді деп керілдесіп, ақыры соңғысы иландырыпты. Бірақ өз сөзіне өзі сенбесе керек. Содан көңілі алабұртып, ойы он саққа жүгіргесін тынши алмай, атын борбайлата қамшылап, осында тартыпты. Біз олап-шулап ауылға қайтқанда, машинамен жарысқан әкемнің етегі жалпылдап, ауылдың шетіне қапталдаса ілінді. Оның қуанышында, күйгелек мінезінде түсінуге болатын. Ғұмыр бойы кезең сайын жоғалтып, қайта тауып, қайта айырылған бақыт сыбағасы әбден запы қылған. Ең соңғы бел қызығы менмін ғой. Кейде айырылудан, әскер ұғымынан секем алатыны да сондықтан. Қылаулаған қар тып-тынық, ауада көбелектей қалықтай ұшып жерге, жағалауға қонып жатыр. Үлпілдеген ақ көбік мамықты алақанына қондырып, ақырын ғана үрлеп, тағы да алақанын жайған қаршығаның шәлісіне, кірпігіне ілінген ұшпалар қыздың өңін тіпті сүйкімді етіп жіберді. Сәлден соң өзі де еріп, осынау аппақ дүниеге айналып кеткендей. Интернаттың қасына өте бергенде, үнсіз ілесіп келе жатқан қарындасым бізге күлімдей қарады. Қаршыға бетінен сүйген соң жүгіре жөнелді. Есік алдына жете артына бұрылып, қолын бұлғады да көзден ғайып болды. Жүрегін қуаныш қытықтаған тоты бақыт құшағында еді. Аялы мейірім сәбидің туыстыраған көңіліндегі сағынышты ертіп, қуанышқа толтырған. Оған осынау бүлдіршін ғұмырында осыдан өзге бақыттың керегі де жоқ еді. Біз үнсіз келеміз, әрқайсымызды мазалаған ойда ағындас, іштей сөйлесіп, тілсіз үн қатысқандаймыз. Бүгін жанарымды шабақтаған шындық пен құпия сырдың тағы да бір бетін аштым. Қаншама үнсіздікке тұншықтырғанмен, кеудеме толып жарылып кетердеймін. Таңертең қарындасымның шашын өріп отырған қаршыға кенеттен: бәрібір Бейсеннің әрекеті әбестік, дұрыс емес, қысастық, іштарлықтың кесірі, деді қабағын түйіп. Құрбымның кешегі соғық кештің әсерінен әлі арылмағанын, ойы үзілместен өзінше елестетіп отырғанын сездім. Әрине, оны ұмыту мүмкін емес. Бір кластың қыз бозбалаларының арасына араға 3 ай салмай сондай сына қағылғанына таңмын. Әдетте жазғы демалыстан сағынып көрсетіне қой. Қызығымызды айтып таусалмайтынбыз. Қаршығаның шешесі де хабардартын. Әкемнің де әңгімесіне қанық. Дастарқанды жайып жатып: әлгі қиқылдап күлетін кесір ұлды айтасыңдар ма? Одан шығар. Тұқымына біткен қиястықтан арылу оңай ма? Сендер түгіл, Кемел мен Батиманың да обалына қалған соның әкесі. Күпшекке сенген кір сабындасаңда сарқыта қалады, деді даусына іреніш араласып. Бірі екіншісінен өткен қағынды. Балалық қиқарлығы мен бақастығын айырмайсың. Баяғыда осының ағасы, айтуға ұят, сендердің мұғалімдерің Қайла мен Ахметті жауластырып, ақыры Мұқым ауданды шулатып тынды емес пе? Астапыралла, елдің арасы бүлініп, жұлынға ілінген шыдам үзіліп, кетуге шақ қалды. Әз-әзіліне ермеңдер, сол шөгірдің бір тамыры емес пе? Жоламаңдар жандарым. Ой, апау, сіз де қайдағыны қоқсытып. Өткенге Бейсеннің не қатысы бар? Біз өз арамыздағы жай қалжыңды айтып отырмыз. Қалжың, ылайым қалжың болсын. Ойындағысы емес екенін қайдан білесің? Біз де қалжың деп түсінгенбіз. Ойпырмай, апа, жұмбақтың өзін жұмбақтап жібердің. Немене, жарасқа сенбейсің бе?
мен өзім-ақ айтып беремін. Сен не білесің, қызым? Бәтима апай екеуің бас қоссаңдар болды, жүн түтіп, жіп иіріп, таңды таңға ұрып шүңкілдесесіңдер. Ертегі айтатын шығар деп тыңдай беретінмін. Әй, қу қыз-ай, көзің ұйқыда, құлағың бізде болған екен ғой. Өсекке үйірін қарашы, қанша дегенмен қызсың-ау. Ол өсек емес апа, шындық, жарас бәрін де біледі. Тіпті Серікқазы аға Кемелдің баласы екенінде. Не дейді тоғар? Кісінің күнәсін көтерме, әкем, көтерме, бетін аулақ қылсын, жасаған ием бастарыңа бермесін. Қане шай ішіңдер, онысы несі түге? Күйбеңдеп жүріп, самаурынды әкеп шай құя бастады. Ешкінің тулағын астына салып, кесені еріне тигізер тигізбестен сөйлей берді. Өтінішім, бұл нәрсеге араласпаңдар, олардың өз сөзіне ғана сеніңдер. Кейін ғана тыйылды, әйтпесе өтірігі мен шындығы қайсы айырғысыз аңыз. Несіне жасырайын? Бәтима менің тең құрбым, қатар өстік, қатар бой түзедік. Соның барлығын соғыс ойрандады. Шіркін, Кемел мен Бәтима қандай жарасушы еді. Кемел сері, бөрі шашын артына қайырған, қатырмақ жағалы кител, өңіріне өрнек салған ақ көйлек. Бәтиманың да толықсыған шағы, қарасаң көз тоймайды. Қызғанасың да қызығасың, пендешілік таусылама. Ешкім араларына сына қағалмайтын. Тойына үлгермей әскерге алынды. Күні ертең деп отырғанда соғыс. Сонда осы Серікқазы іште. Қой ойбай, не айтайын дедім осы. Әлгі екі жындының ісі екен ғой. Ой шулаттау. Онда қыз келіншектер тауда сиыр сауамыз. Қараспанның алқымында жаз бойы сондамыз. Қайла мен Ахметтің шешесі бір-бірін жақтырмайтын. Өмір ғой, кектендірген. Сонда осы Бисеннің ағасы, қазір мұғалім, сол фашистке қарсы партизан құрамыз депті. Бала ғой, ескі мылтық, садақ, құдай-ау не жоқ. Соның барлығын әулиетастың үңгіріне тығып, айналасын қоршап, төменнен келгендерге бастарынан құлату үшін тастар үйіп қойыпты. Әуелде ойын көргенбіз. Не қыласың? Сәрсенбек командир Қайла мен Ахметті екіге бөліп, соғыс өнерін үйренбей ме? Бірі фашист, бірі қызыл. 15 күн бойы жоғалып кетті. Үсті жоқ. Таудың көпірі бұзылған. Кейде үйден тамақ ұрланады, кейде мал. Басқа колхозға да қол салған. Жалғыз жарым жолаушыны тонайды. Қойшы, ауданнан арнайы отряд шығады. Таудағы бандитті ұстамақ. Әр жерде тас жаудырыпты. Сөйтсек, ол біздің балалар екен. Екі жақты бір-біріне Сәрсенбектің өшіктіргені сондай өлімші күйде түсіпті. Аяғы сынғандар да бар. Оларды арқалап жүріпті. Қызыл бүргеннің арасымен жүрген, үстері жырым-жырым. Немістер тығылды деп, Ахметтер әулиетас үңгірге кіргенде тас құлатып, аузын жауып тастапты. Тіпті шығарар ойы жоқ. Әйтеуір отряд 3 күннен соң үлгеріпті. Аш, бұратылып, өңдері солып, өлімші қалге жеткен. Ал Қайланың ізіне 2 күн түсіп, әзер ұстады. Балалардың қылығы екені білген соң, тіпті ушықты. Оқ ататын емес, қасарсы олар да көнбейді. Сақтай көр, мылтық атса деп, домалатуға деп, тас әзірлепті. Соның бәрін істеген Сәрсенбек түк білмегенсіп, таңертең кетіп түнде үйге келеді. Тіс жармайды. Соңынан білдік қой, отряд келмегенде талай жеткіншек қыршынынан қиылады екен. Сонда Қайла мен Ахметтің арасына от жағып, оңашада әрқайсына жеке-жеке әкелеріңнің кегін ал деп үйретіпті. Қайрап салған жап-жас бала сондай сұмдықты қайдан ойлап тапқан? Екеуінің керісі сонау әріде қарағым. Ушықтырған осы әлгі Бисеннің ағасы. Әдеті әлі де бар. Ал ана 2 мұңлықтың обалына соның ағасы қалды. Бақыттарын күйдірді. Солай жаулығының ұшымен бетін сүртіп шайын демдеді. Сондағы ойы Бәтиманы жаманатқа қалдырып, орыннан алдырып, Құрымбекте председатель қою екен ғой. Ол жараланып қайтқан. Негізі Сәрсенбекте үйреткенде сол Құрымбек. Бастық боп, қамқорсығансып, Бәтиманы өзіне кіріптар етпек. Жә жетер, одан да Кемел ағаларыңа кіріп шығыңдар.
Мына аласапыранда бөлімшеден кім келер дейсің, сөйтіңдер деп орнынан көтерілген. Үзіп-жұлып бетінен шала-шарпы қалқып айтқан Үрия шешейдің сөзінің өзі тағы да тереңге батырды. Қыл аяғы Бейсен бұл оқиғаға қатысты боп шықты. Құлымбеков Бейсен, Құлымбеков Сәрсенбек. Маған осыны қазбалаудың қажеті шамалы. Өзіме еш қатысы жоқ, бірақ әлдебір күш, белгісіз күш өзіне тартып ынтықтыра берді. Әзір беймәлім, бірақ Кемел мен Бәтиманы бақытсыздыққа душар еткен қандай зауал. Олардың тағдырын өз тағдырымдай сезіндім. Ол кезде өмір сүру қиынға соқты. Жалғыздың емес, мыңның тағдыры тәлкекке түсті. Кемел өзі үшін де, біз үшін де бақытсыздықпен күресті. Кермек дәмін татты өмірдің. Егер дүниенің мағынасын шын түсінгің келсе, білудің айып шамы қайсы. Құрығанда кімнің кім екенін танисың. Ішкі құштарлық бауырына тарта берді. Ойыма 9 класста оқып жүргендегі класс арасындағы бір жік оралды. Ол кезде дәл қазіргідей саналы түрде сараламаппын. Әзір де көп нәрсе бұлдыр. Алайда салқындықтың ілебін аңдаймын. Сол жылы мал тұқымын өзгертеміз деп биязы жүнді қоя келді. Олар сауыры жер сызып, бауырына қадалған сөйлеуден жүре алмай қалды. Мұқым мектеп сонда аттандық. Әр отарға бөліндік. Бауырын қырықтықпен сыпырып, сөйлеудің тікенін ағаш қалақпен үйкелейміз. Ауырсына ма жоқ, сүйсіне ме, жануарлар ыңырана береді. Үстіміз шайырланып, қолымыз күстеніп, кешке сүрініп жығыламыз. Білте шамның жарығынан не қайыр, жермай иісі сасиды. Өшіремізде әңгіме соғамыз. Ертең қайтатын күні мен сонау балалық шағымдағы өзім араласқан Хасен мен Торғынның мұңлы махаббатын, қайран арудың уайыммен уланып шеккен қасіретінде әлдебір соттың әрекетінде жасырмадым. Ойымда ештеңе жоқ, өзімізше талдап, бәрімізде сотты кінәладық. Ертеңіне бөлімше орталығында бар классымыз бас қосып, мәре-сәре боп, дуылдасып, соңғы отарды сөйлеуден тазартуға кірістік. Бұрынғыдай емес, біздің класс жетекшіміз Сәрсенбек мұғалім қақырынып, жөткірініп, ашуда шақырды. Түсінбедім. Обалы кәне қатты еліктейтінмін. Сүйікті шәкірті едім. Әйелі де мейірбан, интернаттан ылғи сұрап, үйіне апаратын. Ауданның, сапқоздың басшылары сау ете қалды. Ішінде Кемел аға да жүр. Ол кісімен құшақтасып көрістім. Жетекшіміз маған алара қарап, одан бетер шиыршық атты. У-шудың екпінімен бір қойдың бауыр жүнін қырқып, айналамды сипақтадымда отырдым. Ағаш пышақты қырғыш дейтінбіз. Соны Мәжит алыпты. Саңғырлап айғай салдым. Қырғышым жоқ? Әкел, Мәжит қырғышты әкел. Қырғышты әкел? Саған қырғыш керек пе? Міне мен қырғышпын. Жалғыз мен емес үшеуміз. Қырғыш дейсің. Ана бастықта, мына Бейсен де қырғыш. Ал қайтесің, міне келдім. Желкемнен нұқыған қолдың екпінінен зерлей сүріндім. Жалт қарасам, шашы дудырап бетін жауып тепсініп, Сәрсенбек жетекшім тұр. Неге ашуланғанын қайдам, аңырып орнымнан түрегелдім. Енді кеудесін саусағымен нұқыды. Ал қырғыш керек пе саған? Қарашы мұны есіріп. Көресің арандатып жүрсің мыналарды. Мектептен шығарам, не өзім кетем. Істің насырға шапқан түсінген Мәжит лып етіп, қырғышымды бере қойды. Ызадан булығып, түк түсінбеймін. Кемел аға жақындап, қойсаңшы, сенің еліңде оның не жұмысы бар? Ана ағаш қалақты айтады. Қой ұят, мұғалім емессің бе? Сіздің жұмысыңыз болмасын. Неге білмейді? Біледі. Білмесе, түнімен құлақты сарыстып, ірткі салама. Біледі, әдей істеп отыр. Қырғыш, ал мен емеурінен аңғардым. Есіме еміс-еміс мен айтқан соттың елі оралды. Охо, мәселе қайда? Сондай таяздығына жеркендім. Алдымда сол бір сүйкімсіз жанның өзі тұрғандай терс айналып. Сіз маған қажетті қырғыш емессіз, дедім булығып. Енді кім мына? Қарашы мұны. Сіз қараңызшы мынаны, қаршадай боп. Өкілдердің арасындағы қара бұжыр гүрілдей дауыстағанда сап дейіліп сытыла сыртқа шықты.
Алғашқы сабақ енді басталғанда Сәрсенбек жетекші классқа кіріп, «Жолдас Кербалаев, сіз боссыз, класстан шығыңыз, барыңыз» деді түнеріп. Тақта алдындағы мұғалімнің қарсылығына да қарамады. Еріксіз соңынан ердім. Үзілісте бар класс менің соңымнан еруге бекінді. Әдебиет пәнетін. Ол кісі есіктен кіргенде ойымызды бірден сезді де, «Достарыңды қорғағандарың дұрыс, бірақ оларың жаулықтарың боп шықпасын. Бәрінде жарас ұйымдастырды десе қайтесіңдер. Сендер көңіл бөлмеңдер оған, педсоветте шешеді». Есіктен таныс бас қылтиды. «Жолдас Кербалаев, сіз?» «Иә, білемін». Ұятта намыста қысып, шыдатпаса да үйіне беттедім. Мүмкін қате де шығар менікі. Сонша қазымырланып білмейтін кісіге. Мені көре сап ішке енді. Әйелі құрақ ұшып жалпылдап, бұрынғыдай жайдара қалпымен тіл қатты. «Ағаң да бала сияқты өкпелеп жүр ғой, сабағыңа бара бер» тарқайды. «Бармайды, араласпа». Диванда теріс қарап жатқан басын көтеріп алды. «Не, мен кетем. Қойыңдар, шайыңды ішенді. Осы бір жалған туыстық жетер түбіңе». Сәрсенбек жетекші қайтып бетін бері бұрмады. 5 күннен соң педсовет бітті. Сабаққа қайтып оралдым. Бір ауыз сөзден қағынғаныма өзімді де кінәладым. Білмеппін, әлгі сот осы елдің тумасы. Әңгімені жеткізген бейсен боп шықты. Ол оқиға маған үлкен сабақ, кезекті өмір сабағындай әсер етті. Жаңағы Үрия шешейдің сөзі қозғаған жай осы тын. Тікеннің тамыры. Жан дүнием аласапыран күй кешіп, ойым саққа тартты. Мен Сәрсенбек жетекшіні қатты сыйлайтынмын. Басқа жаққа ауысқанда көшірсіп те тастағам. Бірақ сол оқиға жүрегіме кесек мұз боп қатып, исі ыстық ықыласымды суытқандай көрінген. Міне алдымнан шықты. Тәуекел, біліп тынайын. Қардың қылауы сондай, түйіршіктері де көбелекке ұқсап, әппақ жапырақтай дөңгелене төгіледі. Киіміміз де әппақ мамыққа оралған. Қаршыға да үнсіз. Ол не ойлап келеді? Есіңде ме? 9 класста әлгі селеуді. Қырғыш па? Иә, мен де соны есіме алып ем, қызық. Әйтеуір жалғасып жатқан, шиеленген жіп сияқты, тура романдағыдай қисады. Сен қалай ойлайсың осы? Бәрін Кемел ағаның өзіне жеткізуіміз керек емес пе? Не үшін? Кім үшін? Мен үшін, иә, мен үшін. Байқап қарашы, сол сарының салқыны менің өмірімді де шалып тұр ғой. Сан рет ойланып, не үшін, неге деген сұрақтарға тірелумен келем. Ең ақыры, кешегі сауықтағы бейсеннің кесірлігі. Бәрі де біздің өмірімізге, екеумізге де қатысты емес пе? Сенің апаң да, Қайла да, Ахмет те. Олар қалай ғұмыр кешті, неге қиналады? Маған біз сол өмірдің жалғасы сияқты көрінеміз. Ендеше білуге тиістіміз. Түбі бір жауабын беруге тура келеді. Бұрыннан неге аңғармадым екен? Түсінбеймін. Аспан, жұлдызды түндер, самолеттер. Сен де мені кекетемісің? Бейсен құсап, мен шын армандадым. Қолым жетпесе қайтемін. Жоға түсінемін ғой сені. Анау өзгеріпті, мынау өзгеріпті дейсің. Ал сен өзіңше, нағыз өзгеріс сенде. Бұрын тек қиялмен жарысушы едің. Адамдардың арасына, қас қабағына қарадың ба? Бәрі де ұсақ. Тіпті қырғышты есіңе алғаның бүгін шығар. Сен неге күйіндің? Ең сүйікті ұстазың неге ірінжіді? Соған мән бердің бе? Сен оның балалық қателігін бетіне әдейі басқандай көрінген шығарсың. Егер жаңағы партизандар хикаясын шала естісең де айтпас едің. Сол Сәрсенбек, сол Ахмет, сол Қайла осылар емес пе? Бірақ ойыңа да келмеді. Өйткені біз оларға басқа көзбен қараймыз. Шынын айтсам, осы мен жерге басқа дүниеден биыл ғана түскендеймін. Өмір есігі жаңа ашылғандай. Өзіңше осының бәрін білесің бе? Тек Бәтима апай мен шешемнің жүн түтіп отырғандағы әңгімелерін. Онда сен айтшы? Жоқ, жарас. Жан жарасының қасіретін жаралы адамның өзі ғана жеткізеді. Және шындығын. Әйтпесе қалғып кеткен тұстарымда ұйықтап қалдым деймін бе? Біз олардың тағдырына баға бере алмаймыз. Қателессін,
қаталдық танытсын, бәрібір бізді бүгінгі күнге әкелген, суықта жылытқан, алақанына салып үрлеген, солған гүлге су құйған сол ұрпақ. Қайдан білейін, бұлай ойысарын, уақыт болды ма? Аспан алтын шегедей жұлдыздар, самолет, екеуміз де күліп жібердік. Бізді қостағандай, аспаннан төгілген ақша қар дүр етіп, көтеріле ұшқан көбелектей үйірле айналды. Тымық ауада қалықтаған жұмсақ ақ ұлпаларға алақанымызды тостық. Олар үлпілдей қона берді, біз демімізбен үрлей бердік. Тұнық ауадан пәк сезімнің сәби көңіліндей, тазалықтың лебі ескендей.